Мен Байболат Күнболатұлы, Қазақстан Республикасының азаматы, Алматы қаласының тұрғыны. Бұл видео арызды жолдаудағы себебім Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр автономиялы районы, Құлжа ауданы, Ойманбұлақ кентінде тұратын жиен інім, яғни әкемнің қарындасының баласы Баймұрат Наурызбекұлын 2018 жылы наурыз айының соңында сол жергілікті полиция бөлімінің көмекшісі қызметшісін атқарып жүрген кезінде жергілікті полициялар жағынан конус лагеріне алып кеткен. Бүгінге дейін 1 жыл 8 ай бойы осы конус лагерінде қамауда отыр және 10 жылға жалғасты сотта жіберген еш себепсіз. Бауырым Баймұрат Наурызбекұлы 2011 жылы Қазақстан Республикасына келіп, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде дайындық курсын бітіріп, Алматы технологиялық университетінде 1-ші курске грант бойынша оқуға түскен. 2013 жылы әке-шешесінің денсаулығына байланысты Қытайға кетіп қалған еді. Бүгінге дейін Қытай Халық Республикасында болды және сол өзінің тұрғылықты жерінде полиция көмекшісі қызмет атқарып жүрген. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза және де Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі, Нұр Отан партиясы, Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасы Пекин қаласындағы бас елшілігі сіздерден бауырым Баймұрат Наурызбекұлының осы конус лагерден тез арада шығаруына көмектесулеріңізді сұраймын.